Бәріне сәлем, ақуыздан печенье дайындаймыз. Көп затты қажет етпейді, бірақ өте дәмді болады. Сондықтан міндетті түрде дайындаңыздар, сіздермен меруерт. Ең алдымен жұмыртқаның сарысынан ағын ажыратып аламыз. Ешқандай ағына су, тіпті ыдыста барлығы құрғақ болуы керек, ол міндетті. Содан соң үстіне лимон қышқылын қосып, ақырын араластырамыз. Аппақ болып көпіргеннен кейін ванилин немесе ванильді қантымызды қосып, тағы да араластырамыз. Миксердің жылдамдығын көбейте отырып, қантымызды шет-шетінен қосып, миксерлейміз. Аппақ болып, жұмыртқаның ағы өзінің формасын ұстаған күйге дейін араластырамыз. Мінекей осындай болу керек, ақпай өзінің формасын жақсы қажет. Салмасына жаңғақ пен шоколад қосамын. Осындай кофемолкада қазір үгітіп аламын. Ақуыздың үстінен жаңғағымыз бен шоколадымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Қазір осылай араластырып, тезірек пешімізге бірден салып пісіргеніміз дұрыс, себебі біздің шоколад пен жаңғақта майлылығы көп болғандықтан біздің ақуызымызды сұйылтып тастауы мүмкін. Бір қасықтан табамызға салып шығамыз. Пеште 150 градуста 20 минут пісіреміз. Мінекей менде пісті. Қазір камера дәл осылай қалай әдемі болып тұрғандығын көрсете алмайды, бірақ сонда да сырты қытырлақ, іші сәл сулы болып келеді. Сонысымен бұл печенье өте дәмді деп ойлаймын. Міндетті түрде дайындаңыздар. Сіздермен болған меруерт. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Келесі кездескенше.